Менің күйеуім мені қаламайды. Не істеймін? Қалай ол қаламайды? Кәдімгідей мұныкі маған тұрмайды. Бәрін жасап көрдім. Сүйдім, искедім. Бірақ тұрмайды. Сен өзі барлығын дұрыс образда жасап жүрсің ба? Я, әрине. Мүмкін оның либидосы түсіп кеткен шығар. Ол жақта проблемасы бар ма еді? Білмеймін, бірақ бұл мүмкін емес. Мүмкін секс коучтан сұрап көрейік. Егер де сіз өзіңіз айтып жатқан әрекеттердің барлығын керекті образбен жасап жүрген болсаңыз, онда ер адамның мүшесі сол уақытта тұрмаса, ода проблема. Ол дегеніміз гормоналды бұзылыс, гормондары әлсірегеннің себебінен ода еркектік потенция түскен. Енді не істеу керек сонда? Ол дегеніміз урологқа қаралу қажет. Ал үй жағдайында емделем десе, онда сізге атаман өнімдері көмектеседі. Осы атаман өнімдерін алу арқылы сіздің күйеуіңіздегі проблеманы үй жағдайында оп-оңай шешуге болады. Сондықтан ешқандай байбалам салудың қажеті жоқ. Жай ғана осы өнімдерді қолданып, еркегіңіздегі проблеманы шешіңіз. Егер де сіздерде де осындай проблема болатын болса, дәл қазір комментарийға плюс қалдырыңыз, мәселені ұзаққа создырмай шешіңіз.